Құрлықтағы ағзалардың сыртқы ортаға бейімделуі сулы ортаға қарағанда өзгеше болады. Судың шектеулі болуынан суды пайдалану кезінде энергияның көп мөлшерде жұмсалуы, суды қолдану мен сақтауда арнайы бейімделуге алып келеді. Сондай-ақ құрлықта жүзгіштік әлсіз болатындықтан, ағзалар гравитация күшіне қарсы тұру үшін энергияны көп жұмсайды. Құрлықтағы температураның жылдам әрі көп мөлшерде өзгеріп отыруы жылуды сақтау мен реттеуге алып келді. Құрлықтағы тірі ағзалар ультракүлгін сәулеленуден және одан болатын күйік немесе генетикалық материалдардың бұзылуы секілді жағымсыз әсерлерден қорғанысты қажет етеді. Құрлықта оттектің көп болуы энергияны жылдам көп мөлшерде жұмсауға мүмкіндік береді. Күн сәулесінің көп түсуінен фотосинтез процесі белсенді жүріп, ағзалар көру мүшелерін жақсырақ қолданады. Сумен салыстырғанда құрлықта ауаның қысымы төмен және кедергі аз болғандықтан, бұл шарттар ағзалардың әртүрлі пішінге ие болып, қозғалыста үлкен жылдамдыққа жетуіне мүмкіндік береді.